Аха, записті қоя салсын ба? Все, басталды. Енді қараңдар, біз сандық тізбектерді бастадық. Яғни қараңдар, сандық тізбекті, сонымен сандық тізбекті түсіндік, сонымен мүшелерді табу деп не істегенде әше мысал келтіре салған мына жерде. Енді ол мақсаты, енді қараңдар, бірінші мысалдан бастайық. Яғни натурал сандардың квадраттарынан тұратын тізбекті. Яғни натурал сандар деген бірден басталады. 1, 2, 3, и кете береді, дұрыс па? Натурал сан деген санаққа қолданатын сан ғой. Сонда қараңдар, осылардың квадраты дейді. Мынаның квадраты 1-ге тең. Мынаның квадраты 4-ге тең. 3-тің квадраты 9-ға тең. 4-тің квадраты 16-ға тең. 5-тің квадраты 25. Мынау 6-тың квадраты 36. 7-тің квадраты 8-тің квадраты 64. 9-дікі 81. 10-дікі 10. И так далее кете береді. Түсіндіңдер ғой, бұл шексіз болады. Түсіндік қой. Егерде мысал үшін 10-ға дейінгі натурал сандардың квадраттарын жаз десе, сонда мына 10 менен бітіріп қоятын едік. Сонда ол шектеулі болады. Түсіндіңдер ғой. Мына өспелі болады. Қараңдар, 1-ден бастап 100-ге дейін. Мысалы, или ары қарай кете берсек, 11-дің квадраты 121, уже шексіз болып кете береді. Сонда мынау тізбек деп атайды. Түсіндіңдер ғой. Бір заңдылыққа бағынатын нәрсені тізбек дейді, сандарды. Енді қараңдар, сонда бізде мынау бірінші сан бірінші мүше, екінші сан екінші мүше, үшінші сан үшінші мүше болып айтылады. Түсіндіңдер ғой, мүшелерде неген екен. Түсіндіңдер ғой. Так, енді тізбектерді, берілу тәсілдері. Баяндау деген әшейін сөзбен. Мынаны бейтіп берілген, мына баяндауға жатады. Түсіндіңдер ғой, аналитикалық деген бір формула береді. Мысал үшін, А, N тең, мысал үшін, 2N минус 1 десе, мынау аналитикке жатады. Түсіндіңдер ғой. Міне жерден кез келген уақытта, мысал 25-ші мүшені тап деген кезде, N-нің орнына N тең 25. 25-ші мүше дегенде. Сонда мына N орны 25 қоясыңдар. Тең, 25 көбейту, 2 көбейту 25 орнаусы қойды. Минус 1 тең, сонда мынау 49, болады, дұрыс па? 50, 50-ден бірді азайса 49. Сонда 20, мынау берілген аналитикалық формуламен берілген тізбектің 25-ші мүшесі 49-ға тең деп айтасыңдар. Осыны түсіндік па? Балдар түсіндік па? Аха, енді рекурренттік деген кезде, қараңдар, рекурренттік деген кезде, мысал үшін келесі мүше мен алдыңғы мүшелерді анықтау керек. Сонда қараңдар, n плюс 1 деп беріледі всегда. Міне мінерде мұны тұрғынды. Көрдіңдер ме мұны? Міне, сонда тізбектің, міне жерде рекурренттік деген осының жаңағы мүшелерін тап дейді. Қараңдаршы мұнан, ойбай. Мына қараңдар, сонда бірінші мүшесі или екінші мүшесі белгілі болады, всегда. Сонда белгілі болған кезде осы арқылы табасыңдар. Сонда рекурренттік формула болады. Қараңдар. Мысал қараңдар. Мерде n плюс 1 деген ғой, біз келесі мүшесі n-нің орнына 2-ні табу үшін мынаған 1 қоямыз. Мерде 1 болады. Сонда қараңдар. A1 плюс 1 тең 4 көбейту A1 минус 1. Түсіндік, сонда мына жерде қанша болады? 2 болады, Сонда екінші мүшені табу үшін 2, A2, A4, A1 минус 1. Енді біріміз бұны 1-ге тең. Сонда 4 көбейту 1 минус 1 тең болады қаншаға? 3-ге. Түсіндік пе осыны? Енді үшінші мүшені сонда қара, сразу мінерде рекурренттік формулада сразу сұрап отырған 4-ші мүшені табамаймыз. Аналитикада таба аламыз, мінерде табамаймыз. Алдыңғы мүшелердің бәрін тауып алсын, кейін барып табамыз. Сонда H-ті табу үшін мінерге біз 2-ні қоямыз. 2-ге 1-ді қоссақ 3 шығады. Сонда 4 көбейту A2 минус 1.
тең 4 көбейту, мына жерде А2-міз мына үшке тең. 3 минус 1 тең қанша болады? 11 болады. А4 тең 4 көбейту А3 минус 1 тең 4 көбейту 11 минус 1 тең 44-тен бірді азайтсақ, қанша болады? 43 болады. Міне енді біз сұраққа жауап бердік. Түсіндік па осыны? Балдар түсіндік па? Иә, түсіндім. Так, келесі. Ойбай. Так, келесі. Енді келесі тәсіл, ол графиктік тәсіл. Графиктік тәсіл деген кезде, яғни мынандай береді да, мысалы үшін қара, байқап отырсыңдар, не істеп отыр? Минус 1, минус 2, потом минус 1, потом 0, 1. И мынау не істеп отыр? Өсіп отыр, аха. И сонда 7-ші мүшесі қаншаға тең болады? Қараңдар. Минус 1, минус 2, минус 1. Сонда не бір қосып отыр, дұрыс па? Бір қосқан кезде мынау шығады. Мынаған бір қоссаң, мынау шығады. 0-ге 1-ді қоссаң, мынау шығады. Енді мынаған 1-ді қоссақ тағы да. Сонда мынау шығады. Сонда мынаған тағы 1-ді қоссақ 3 шықты. Плюс, енді мынаған қоссақ, не шығады? Қанша шығады мерде? 4. 4 шығады. Мынаған тағы 1-ді қоссақ, мынау қанша шығады сонда? 5. 5 шығады. Енді сонда бұлай бүйтіп графиктік дегенде график сызу керек деген сөз. Қараңдар, минус 1-ді қойып отқан кезде, x орнына, x-тің мәні мынақта белгіленеді, y-тің мәні мынақта белгіленеді. Сонда минус 2-ге тең бол. Міне мынау. Сонда кейін минус 2-ні қойып отқан кезде, сонда минус 1 болды. 3-ті қойған кезде 0. Так, 4-ті қойған кезде 1. Міне графикпен беріледі сонда. 5-ті қойған кезде 2. Міне. 4-ті қойған кезде, ну и так 6-ны қойған кезде нерде 3 болды. Ну и так далее. Түсіндіңдер ғой, Сонда мынаны бүйтіп линиясы қоса саласыңдар, міне. Осында график шыға салады. Түсіндік па? Иә. Мынаны график түсіндік па? Енді келесі сендердің номерлеріңмен, мысал үшін біткен, мынандай аналитикалық формула болып тұр. Көрдіңдер ғой, Осы формуладан біткен 17 саны мынау тізбектің мүшесі бола ма деп сұрап тұр. Яғни, болатын болса, оның номерін тап дейді. Бізде порядковый номер всегда 1, 2, 3, 20, 30, 40 деп қылады. Теріс мәнді болмайды и бөлшек санды болмайды. Сондықтан, мына берген аналитикалық формула бойынша 37 минус 2n тең 17-ге дейміз. Как теңдеу ретінде шығарамыз сонда шы? Сонда 2n мынақа түсіп кетеді, мына мынақа келеді. Сонда 2n тең 37 минус 17, 2n тең 20, n тең қанша болады? 10. Міне бүтін сан шықты. Яғни А 10-ші мүше 17-ге тең болады екен. Иә, мүшесі болады. Міне жауабы мынау болады. Түсіндік па осыны? Түсіндік па? Иә. Балдар, енді қараңдар, мына 4-шісі. Сонда 2 қалады ғой, 2 мен 3 қалады, соны үйде шығарасыңдар, осы номердің. Енді қараңдар, мына жерде AN-нің орнына, мына 13-ті қоямыз. Сонда 4n плюс 3, n плюс 1 тең 13. Енді мына пропорциямен болса, мынаны көбейтіп жібере саламыз. Сонда 4n плюс 3 тең 13n плюс 1. Плюс 13 болады. 1 13-ке де, n 13-ке де көбейтіледі. Сонда мынандай шықты. Енді теңдеу сияқты шығарамыз, 3 минус 13 тең. Сонда 13-ті міне ауыстырып атырмын да, мынаны міне ауыстырам. Сонда 13 минус 4n. Сонда мерде қанша болады? 9n болмай ма, 9n тең минус 10.
Енді n тең минус 10 бөлі 9. Яғни минус 1,9-дан 1. Енді қараңдар, егерде бөлшек сан шығатын болса, или теріс сан шығатын болса, мына сан берілген мына тізбектің мүшесі болмайды. Нерде жазып қоямыз? Жоқ, болмайды деп жазамыз. Түсіндіңдер ме осыны? Я, түсіндік. Түсінікті ме? Аха. Енді 12-де 14-ші номер. Қараңдар. 12-де 14-ші номер біреуін көрсетем. Сонда 2, 3, 4 қалады ғой, соны шығарасыңдар. Енді қараңдар. Бірінші мүше берілген, екінші мүше берілген, мынандай формула берілген. Сонда мына рекурренттік формула болады. Енді қараңдар. Бізде 3-ті, 4-ті, 5-ті, 6-ны тап дейді. Сонда қараңдар. Алғашқы 6 мүшесі деп тұр ғой. Сонда қараңдар, мына жерде 3 шығу үшін мерге 1 қоямыз, мерге 1 қоямыз. Түсіндік қой, е? Сонда мінерге 1-ге 2-ні қоссақ 3 болады, сонда 3-ші мүшені табылады. 2c емнерге 2 минус c1. Түсіндік қой? Сонда 2c2-міз қаншаға тең? 3-ге тең минус 1. Сонда 6-дан 1-ді азайтсақ 5 болады. 3-ші мүше табылды. Енді 4-ші мүшені 2c3 минус c2 дейміз. Түсіндіңдер ғой, е? Қараңдар, алдыңғы 2 мүшені қолданып отырмын ерде. Сонда 2 көбейту c3-міз 5-ге тең, минус c2-міз қаншаға тең? 3-ге тең. Сонда 10-нан 3-ті азайтсақ 7. 5-ші мүше 2c4 минус c3. Түсінікті ме? Сонда 2 көбейту c4-міз 7-ге тең, минус c3 дегеніміз қаншаға тең? 5-ге тең. Сонда 14-тен 5-ті азайтсақ 9 шығады. c6 тең 2c5 минус c4 дейміз. Сонда 2 көбейту 9 минус c4-міз 7-ге тең. Сонда 18-ден 7-ні азайтсақ 11 шығады. Енді қараңдар, бізде алғашқы 6 мүшесін деген кезде 6 мүшесін бәрін таптық. Енді жауабын жазған кезде жауабы тең 1, 3, 5, 7, 9, 11. Сонда 6 мүшесін бәрін жазып қоясыңдар. Түсіндік па? Түсіндік па? Балдар ұйықтап қалдыңдар ма? Я, түсіндік әпке. Жоқ, әпке. Так, келесі. Енді қараңдар. Міне жерде біткен. Мына формула берілген. Сонда бірінші мүшені, екінші, үшті, төртті, бесті тап дейді. Сонда n орнына 1 қоямыз, u1 тең n1-дің 1 қойып отырмыз, плюс 1-дің квадраты 2 көбейту 1 плюс 7. Қанша шығады? 10 шығады, 10. 10 шығады. Сонда мінерге 10 деп жазамыз. Енді 2-ні, енді n орнына 2 қойып отырмыз. Сонда 2-ның квадраты плюс 2 көбейту 2 плюс 7. Қанша шығады? 15. 15. 15 шығады. Сонда мінерге 15 деп жазамыз. Енді 3-ге. Сонда 3-дің квадраты плюс 2 көбейту 3 плюс 7. 6, 9. 22. 22 ма? Иә. Ерге 22. 15, 22 шығады, әпке. 4-ті қоямыз енді. Сонда 4-дің квадраты плюс 2 көбейту 4 плюс 7. 31. 24. 31. Аха, 31. Мерге 31 деп жазамыз. Енді u5 дейміз. Так, сонда 5-дің квадраты плюс 2 көбейту 5 плюс 7. 42. Міне мерге, міне өйстіп шығара саласыңдар. Түсіндіңдер ғой, е? Так, енді мінерде мына тапсырма, қараңдар.
тапсырмаларды түсіндірейін. Сонда қараңдар, біз жаңа шығардық. 18 мынаны шығарасыңдар, мынаны шығардым. Енді мынау түсінікті бола ма? Кітапты ашып қараңдар, 12-де 12. Сейчас посмотрю. Тура мынау сияқты ғой, 14 есеп сияқты. Қараңдаршы. 12. Жаңа мен түсіндірдім ғой, оң баста сол сияқты ғой. Әпке біреуін түсіндіре салсаңыз. Түсіндіре салайын ба? Иә. Аха. Жоғары көтере салайын. Біріншісін көрсетейін ба? Бәрібір ғой, бәрі бірдей шығарылады. Үшіншіні көрсете салайын, е? Көрсетсін, пожалуйста. Соңғысын әпке анау. Төртіншісін көрсетесіз. Хорошо, төртіншісі 88 мынау. Так, АН плюс 1 тең 0,5 АН. Енді қараңдар, бізге біткен. Алғашқы 6 мүшесін тап дейді. Сонда бірінші бар, А2-ні табамыз. Сонда мінерге 1 қоямыз. Бірге 1-ді қоссақ 2 болады. Сонда А2 тең 0,5. Мінерге 1 болады. Сонда А1. Міне. Сонда 2-ден 1, 0,5, 2-ден 1 ғой, көбейту 88. Сонда 44 болады. 88-ді 2-ге бөле саламыз. А3 тең 0,5 көбейту А2 дейміз. Түсіндік қой, мінерге 2 жасақ, мінерге 2 жасақ, онда 2-ге 1-ді қоссақ, мінерде 3 шығады. Сонда 2-ден 1, ерде 2-ден 1-де көбейту 44, алдыңғы сонға 22 шығады. А4 тең 2-ден 1 көбейту А3, 2-ден 1 көбейту 22. Ол қанша шығады? 11 шығады, 11 шығады. Так, А5 тең 2-ден 1 көбейту А4 тең 2-ден 1 көбейту 11, 5,5. Дұрыс па? Так, енді А6 тең 2-ден 1 көбейту А5 тең 2-ден 1-ді көбейтеміз 5,5-ге. Так, енді 5,5. 2,175. Санаған жоқ мен тайыр саған сендім. 15 дұрыс, сондай шығады. Міне, енді жауабын жазған кезде біз не дейміз? 88, 44, 22, 11, 5,5, 2,175. Сонда қараңдар, бұл жауабы. Енді сандар не істеп отыр? Кеміп отыр, азайтылып отыр. Азайтылып отыр. Сонда кемімелі тізбек деп айтсақ болады. Түсіндік қой, осыны? Так, 12-ші номер түсінікті, Енді қараңдар, мына номер шығарайық. Так, значит, мына номерлер үйде болады. Көріңдер ма? Міне. Мынаны қалғаны сондай 1, 2, 3 қалып отыр. Мынау 2, 3, мынада 2, 3, 4 қалады. Енді қараңдар. Натурал санның тізбегі дейді. Натурал сандар дегенде 1, 2, 3, 4 дейді. Қайсысы болады? Бірінші ма, екінші ма, үшінші ма, төртінші ма, бесінші ма? Мынау қызылдағы сәйкестендіру. Үшіншісі болады. Үшіншісі болмайды, төртіншісі болады. Қара міне, енді. Бірдің орнына 1 қойсақ, 1 болады. 2 қойсақ, 2 болады. 3 болсақ, мерге қарашы. UN тең N. Сонда мынаны орнына 1 қойсақ, мерге де 1 қоямыз. 2 қойсақ, мерге де 2 қоямыз. Түсіндік па? Сонда натурал санның тізбегі мынау болады. Енді натурал сандардың кубтары. Екінші, дұрыс. Темелі теріс санның тізбегі. 5-шісі.
теріс біреу ақ болып тұр ғой, қарасаңдаршы. Біріншісі. Окей. Дұрыс, біріншісі. Міне. Енді қараңдар. Тақ сандар тізбегі. Үшіншісі демау. Үшіншісі, жоқ. Төртіншісі. Последний, міне, мынау. Қараңдар. Соңғысы. Мысалы, у n тең 2 n минус 1, е? Нерге 1 қоямыз? Нерге 1 қойсақ, қанша шығады? У 1 нешеге тең? Мынадан. 1-ге тең, е? Иә, 1-ге Енді тең. 2 қойсақ, 3-ге қаншаға тең. тең? 3-ге тең. 3-ге тең. Енді 4 қойсақ, ну и так далее кете береді ғой, 5, 7, Аха. көрдіңдер ма? Сонда мына тақ санының формуласы. Естеріңізге сақтап қалыңдар. Тақ санның формуласы а n тең 2n минус 1. Всегда осы формула. Жұп санның формуласы 2n. Міне, жаттап алыңдар осы. Так, теперь дальше. Значит, мына тақ сандардікі. И енді 2-нің дәрежесінің тізбегі деген мынау болады, е? Неге? Неге десең, 2-нің 1 дәрежесі қаншаға тең? 2-ге тең. N-нің орнына 1 қойып отырмыз ғой. Е? 2-нің квадраты қаншаға тең? 4-ге тең. 2-нің кубы қаншаға тең? 8-ге тең. 2-нің 4 дәрежесі қаншаға тең? 16, ну и так далее кете береді. Түсіндік қой, е? Аха. Енді келесі. Мына бүйткен. Қараңдар. Тізбектің бастапқы 5 мүшесін берілген дейді. 2, 4, 6, 8, 10. Тізбекті толтырамыз. Сонда қандай сан болады келесі? Не байқап отырсыңдар? 2-ге 4-ге, 6-ға. 6-ға береді. Сонда 12, Жерде қандай сан болады? 14, 16, 18, 20. 12, 14, 16, 18, 20. Сонда мынау жұп сандар жиыны емес па? Ой, жұп сандар тізбегі емес па? Е? Екіншісі Ал енді мынаны квадраттар. квадраттар. Сонда қараңдар. 1-дің квадраты 1, бірінші, екінші, үшінші, 5-ші мүше. Мынау сонда 6-ші мүше. Сонда 6-ның квадраты болады. Қанша болады ол? 36. Соны кейін. 49. Аха, соны кейін. 64. Аха, соны кейін. 81. Аха, 100. аха. 121. 121, потом. 12-нің квадраты. 144. Уже білмейсіздер, я? Жаттау керек. Так. 13-нің квадраты. 169. Так, 20-ға дейін санның квадратын жаттаңдар. Так, енді мынаған не байқап отырсыңдар қараңдар? 2, 3, 5, 7 деп тұр. Не байқап отырсыңдар? Қандай сандар тізбегі болады? Тақ сандар емес па? Ахат не айтам? Жоқ, тақ сандар емес. 9 жоқ, Жерде 2 бар, көрдің ба? Тақ сандар емес. Жай сандар жиыны, жай сандар. Қараңдар, сонда қараңдар. 2, 3, тек қана өзіне бөлінеді ғой, және 1-ге бөлінеді. Значит, ол тақ сандар. Сонда қараңдар. 11, потом дальше болады 13, потом 17, потом 19, потом 23, потом 29, потом 31, 37, ну и так далее. Сонда мынау жай сандар жиыны. Жай сандар тізбегі, то жиыны дей берем. Так, мынау сандардың квадраттары. Наугатты істедіңіз бе әпкені соңғысын? Кесте бар ғой? Жай сандар жиынның кестесі бар ғой. Ой, я не знал просто. А? Я не знал, Дима. Я с собой не взяла, сейчас надо. Жай сандар 5-ші класстың бандай бірінші бет бар ғой, обложкасындашы. Обложкасының мынандай жерінде. Жай сандар жиыны деген бар. Сөйерден.
Солай істейсіңдер. Так, түсіндік па? Тақырыпты түсіндік па? иә әпке. Сұрақтарың бар ма? Нет. Так, енді қараңдар. Мына алдарында тұр ғой, е? Мынау алдарында тұр ғой, мынау. Сурет байқап отырсыңдар, көріп отырсыңдар ма? Міне, е? Енді қараңдар. Кім қай ширекте орналасады? Қайсың? Бірінші ширекте. Так, значит, өте жақсы түсіндім, Тайыр бұл жерде. Так, Аружан, сен қай ширектесің? Асылбек қай ширектесің? Дилназ қай ширектесің? Бірінші. Асылбек нерде? Так, түсіндің ғой, Асылбек? Так, Аружан. Мен жекке түсінікті. Так, хорошо, Аружан неқта? Дилназ? Түсіндім. Бір. Түсіндің? Бір ба? Так, кім отыр ана жерде? Болды ма осылар ақпат? Түсіндім әпке. Мөлдір бар әпке еще. Аха, Мөлдір түсіндің ма? Иә. Аха. Все, яғни барлықтарың түсіндіңдер, барлықтарың өте жақсы түсіндім деген бірінші ширек, кейбір есептер қиындық тудырды деген екінші ширек, значит, жаңбырменен. Мүлдем түсінбедім деген ол үшінші ширек еді. Төртінші ширек түсінбегендерім болды деп не істейді. Яғни барлықтарың түсіндіңдер, сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Сау болыңдар. Ар жағында есептер шығара беремін. Түсінбеген есептерің бар ма? Все, сау болыңыз.